Үйлендім дейді. Үйленгенден кейін әйелім қыз шықпай қалды дейді. Енді пәк болмай қалды дейді. Содан кейін жүрдім, әйелім 2 қабат болды. Әйелім 5 айда бала туды дейді. Енді 5 айда бала туылмайды ғой, білеміз. Демек 9 айлық баланы 5 айда туып қойды дейді. Значит, бұл мені алдап, ішінде баланы салып келген біреуден. Мен бұны түсіндім дейді, ашуландым дейді. Содан кейін бұл қызды позор қылайын дедім да, жоқ деп баланы алдым да, таң намазына барып, мешіттің алдына бітіп жатқызып қойдым да, намазға кіріп, намаз шыққанда бала жылады. Елдің бәрі қараса, бір бала жатыр екен. Мен бұл баланы бағып алам деп, қайтадан сол баланы алып, үйге алып кеп әйеліме бердім дейді. Елдің алдында, халықтың алдында, менің әйелім бір баланы асырап алғандай болды. Ал бірақ оны өзі туды. Демек, әйелімнің айыбын жаптым дейді. Әйелімнің айыбын жаптым дейді. Содан кейін болған оқиға шығар дегенде, иә дейді. Міне, қасыңдағы әйеліңнің айыбын жабуың, Құдай сенің айыбыңды жабады. Сен бұндай болғансың, сен студент болғанда мынамен жүргенсің, сен мынамен жатқансың, тұрғансың деген сөз айтпаңыздар. Айттың ба, онда кет, онда өмір сүрме, онда өмір жоқ ары қарай саған. Өмір сүргің келе ма, онда өмір сүр. Біреудің айыбын ашпа. Тура сол сияқты әйелдер, күйеулеріңіздің студент кезіндегі садиктегі жасағанды айтушы болмаңыздар. Ол өтті кетті. Енді саған қазір адал ма, семен қазір жақсы ма, болды емес пе? Не қыласың біреудің айыбын шұқып? Мән сатара ахаху сатарахуллаху яумал қияма. Кім біреудің айыбын жасырса дейді пайғамбарымыз, Алла сенің айыбыңды жасырады дейді. Біреудің айыбын ашсаң, Алла сенің айыбыңды ашады. Сондай қып ашады, есіңді жинай алмай қаласың. Аяғың аспаннан келеді. Соқтан ашпаңыздар ешім. Көріп тұрсаң, шамаң жетсе шақырып алып бетін айт. Шамаң жетсе, духың жетпесе. Сыртынан бейткен ол жақсы нәрсе емес. Елге айтқан жақсы емес. Әсіресе әйелінің қасында жатқан жарының біреудің айыбын ашпаңыздар. Бұл жақсы дүние емес бауырлар. Біз бір-бірімізде тағы айтамын. Жауап үйреніңіздер. Алланың мына тәсбихдегі 99 болып, 99-дың бір атының өзі Саттар деген есімі бар. Бұл жасырушы деген сөз. Алла жасырады біреудің айыбын. Енді сен шығаратын кімсің? Сондықтан жандарым, әсіресе әйелің пәкиза шықпай қалса, қыз өзің айтып жатсың, қыз болмай қалды деп, болды. Проблема жоқ, өмір сүріп кете бер. Болары болды. Енді кімнен болды, маған отчет бер деме. Одан кейін туысқандарыңа, апа-сіңілдеріңе, жақындарыңа, достарыңа, одноклассниктеріңе біреуіне айтпа. Олар сенің бетіңнен күледі, сені мазақтайды. Бұл жақсы нәрсе емес. Ол өз жауабын өзі береді. Ол итак неден болды, қалай болды, ол қуанып жүрген жоқ онысына. Мына жерінде жара бар оның. Мына жерінде жара бар. Сен сол жараны қанатпа, үстіне тұз сеппе. Қой. Ол жүрегінде қара питно болып тұр, қара питно, қара дақ болып тұр. Сол дақты сен екінші дақ қылма. Сол бір дақты жауып қойсаң, Алла сен жабады.